Сабыр түбі сары алтын дейді қазақ. Бірақ кейде сол сабырдың өзі адамға зіл батпан жүк болып көрінеді. Әсіресе сәби аңсаған жүрек үшін бір күннің өзі бір жылдай өтеді. Жандос пен Жазираның шаңырақ көтергендеріне 16 жыл болған еді. Екеуі де ауылдағы сыйлы жандардың қатарынан болатын. Жандос адал еңбегімен кәсіп бастап, елге жұмыс беріп жүрген еңбекқор азамат. Ал Жазира ауыл мектебінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін, шәкірт тәрбиелеп жүрген ұстаз. Мінезі жайдары, сөзі салмақты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін жан еді. Олардың тұрмыстары жаман болған жоқ. Кең ауласы, еңбектің берекесі қонған үйі, астарында көлігі бар. Бірақ сол үйдің ішінде естілмейтін бір ғана үн бар еді. Баланың күлкісі. Кешкісін жұмыстан келгенде Жандос кейде үнсіз ғана ауладағы орындыққа отырып қалатын. Көрші үйдің балалары асыр салып ойнап жүргенде, ол ұзақ қарап отырып күрсінетін. Бір күні біздің де шаңырағымыздан сондай күлкі естілер, дейтін өз-өзіне жұбаныш айтып. Ал Жазира терезеден сыртқа қарап тұрып, көзінің жасын білдірмей сүртіп алатын. Бастапқы жылдары ешкімнің сөзіне мән бермейтін. Жассыңдар ғой, бәрі болады дейтін үлкендер. 5 жыл өтті, 8 жыл өтті, 10 жыл өтті. Бірақ ештеңе өзгермеді. Жандос пен Жазира Қазақстанның талай қаласындағы дәрігерлерге қаралды. Қажетті тексерулерден өтті. Бірі ем жазды, бірі үміт берді. Екеуіңіз де сау адамдарсыздар, тек күтіміздер деген жауапты сан рет естіді. Уақыт өте келе жұрттың сұрағы көбейді. Балаларын жоқ па әлі? Емдерім жүрсіңдер ме? Тағы бір дәрігерге барып көріңдер. Кей сөз ақыл сияқты көрінгенімен жаралы жүрекке пышақтай қадалатын. Жазира кейде үйіне келіп, бөлмесіне кіріп алып үнсіз жылайтын. Бір күні мектептен шаршап келгенде, қолындағы сөмкесін үстелге қоя сала жайнамазын жайды. Құбылаға қарап ұзақ отырды. Уа жаратқан, мен байлық сұрамадым, дүние сұрамадым, кек бір сәби сұрадым. Егер маған жазбаған болсаң да, жүрегіме сабыр бере көргеп, көзіне жас алды. Ол жұғысты болсын деген ниетпен берілген барлық дүниені қабылдайтын. Жаңа туған сәбидің көйлегін әкеліп бергендер болды. Бесікке бөлеген аналардың батасын алды. Сәбилі болған келіншектердің қолынан дәм татты. Жұғысты болсын деген әрбір тілекті жүрегіне үміт етіп сақтады. Бірақ жылдар өте берді. Бір күні кешке Жандос үйге кіріп келді. Жазира дастархан әзірлеп жүр екен. Жазира, иә, сен шашап жүрген жоқсың ба? Аздап қана. Бүгін өңің қашып тұр. Соңғы кезде басым жиі айналады. Ертең дәрігерге барайық. Қоя салшы, шаршағаннан шығар. Бірақ келесі күні жағдайы бұрынғыдан да қиындады. Таңғы шайдан кейін жүрегі айнып, басы айналып, көзі қарауытып кетті. Жандос шошып кетті. Болды, қазір ауруханаға барамыз. Жазира үндемеді. Екеуі аудандық ауруханаға жетті. Дәрігер қажетті тексерулердің бәрін жасап шықты. Сосын қағаздарға қайта-қайта қарап, жымиып отырды. Жандос мазасыздана бастады. Дәрігер, бірдеңе болып қалды ма? Дәрігер орнынан тұрып күлімсіреп. Құттықтаймын, сіздер ата-ана болғалы тұрсыздар. Екеуі де үнсіз қалды. Жандос естігеніне сене алмады. Не дедіңіз? Жазира жүкті. Жүктіліктің алғашқы атталары. Жазираның көзінен еріксіз жас парлап кетті. Шын айтып тұрсыз ба? Әрине, барлық нәтижелер соны көрсетіп тұр. Жандос әйелінің қолын қысып ұстап, Аллаға шүкір, Аллаға мың да бір шүкір, деп қайта-қайта қайталай берді. Ауруханадан шыққан соң, екеуі біраз уақыт көлікке отырмай тұрды. Екеуі де сөйлей алмады. Себебі дәл осы сәтті 16 жыл күтті. Жандос көзіне жас алып. Көрдің бе, Жазира? Алла ешкімнің тілегін ұмытпайды екен. Жазира басын изеді. Иә, кейде кеш береді екен. Бірақ ең керекті уақытта береді екен. Сол күннен бастап олардың өмірі өзгеріп сала берді. Жандос бұрынғыдан да қамқор болып кетті. Ауыр көтерме, шаршама, дем алып ал. Дәріңді іштің бе? Күн сайын сұрайтын. Жазира да ішіндегі сәбимен сөйлесіп жүретін.
Балам, біз сені қанша жыл күттік. Аман есен дүниеге келе көр. Айлар зулап өтті. Әр кексеруден жақсы хабар естіген сайын қуаныштары еселене түсті. Ауыл адамдары да қуанды. Міне, сабырдың сыйы осы. Құдай кешіктірсе де құр қалдырмайды. Бұл шаңыраққа береке келді. Жазира босанатын күнде жақындады. Сол түні аяқ астынан толғағы басталды. Жандос абыр-сабыр болып әйелін перзентханаға жеткізді. Өзі сыртта ерсілі қарсылы жүр. Қолындағы тәспісін тартып, үнсіз дұға оқып тұрды. Сағаттар өте берді. Ақыры перзентхананың есігі ашылып, медбике күрімдеп шықты. Құттықтаймын, ұлды болдыңыздар. Жандос сол сәтте қуаныштан көзіне жас алып жіберді. Ол сәбиін алғаш қолына алған кезде дүниедегі барлық байлықтың дәл осы кішкентай жүректе екенін сезінді. Атың кім болады? Деп сұрады дәрігер. Жандос Жазираға қарады. Екеуі бұл есімді әлде қашан паңдап қойған. Димаш. Азан шақырылып, сәбиге Димаш деген есім берілді. Сол күннен бастап бүкіл әулеттің қуанышы осы бала болды. Атасы мен әжесі, ағайын туыс, көрші қолаң бәрі Димашты төбесіне көтерді. Ал Жандос пен Жазира жалғыз ұлдарының еш нәрседен таршылық көрмеуін қалады. Жыласа жаңа ойыншық. Ұнатпаса басқасын әкеледі. Киімі ұнамаса жаңасын алады. Тамағы көңілінен шықпаса басқа ас әзірлейді. Жалғызымыз ғой. Көңілі қалмасын. Біз көрмегенді көрсін. Осы сөздерді жиі айтатын. Уақыт өте келе Димаш та соған үйреніп алды. Ол бір нәрсе сұраса, міндетті түрде орындалатынын білетін. Тіпті жоқ деген сөзді естімей өсті. Ал ауылдың үлкендері кейде Жандосқа ескерту айтатын. Баланы жақсы көрген дұрыс, бірақ шектен тыс еркелету ертең өз бастарыңа қиындық әкеледі. Жандос күліп қоятын. Жалғыз ұлымыз ғой. Жазира да. Өсе келе бәрін түсінеді дейтін. Бірақ қазақ бекер айтпаған. Баланы жастан. Олар бұл мақалдың жалғасының өз өмірлеріне қаншалықты қатысты боларын әлі білмейтін еді. Жылдар сырғып өтіп жатты. Кеше ғана бесікте жатқан Димаш бүгінде еңбектеп, кейін тәй-тәй басып, үйдің ішін шаттыққа бөлейтін бүлдіршінге айналды. Оның әрбір жаңа қадамы Жандос пен Жазира үшін үлкен мереке болатын. Әке! Деген алғашқы сөзі Жандостың құлағынан ұзақ уақыт кетпеді. Сол күні кешке ауылдың ақсақалдарын шақырып, Құдай тамақ беріп. 16 жыл күткен бақытымның тілін Алла шығарды. Бұдан асқан байлық жоқ екен деп көзіне жас алған еді. Жазирада мектептен келе сала бар. Уақытын ұлына арнайтын. Қолына кітап ұстап отырғанның өзінде көзі Димашта болатын. Балам тоңып қалған жоқ па? Қарны аш емес пе? Ұйқысы қанған шығар. Осындай қамқорлық күн сайын қайталана берді. Димаш 4 жасқа толғанда, оның мінезіндегі өзгешеліктер байқала бастады. Бір күні дүкенге барған кезде, көзінің түскен үлкен ойыншық көлігін сұрады. Әке, маған осыны алып беріңіз. Жандос, бағасына қараса қымбат екен. Балам, үйде сондай көлігің бар ғой, келесте алармыз. Димаш бірден қабағын түйіп, өзін жерге тастай салды. Қазір аласын, маған осы керек. Дүкеннің іші у-шу болды. Жазира ұялып. Балам, тұршы, ел қарап тұр. Бірақ Димаш одан сайын жылай түсті. Ақыры Жандос шыдамай, ойыншықты сатып алды. Үйге қайтып келе жатқанда, дүкенші кемпір соңдарынан қарап тұрып. Балаңды 5 жасқа дейін патшадай көр, 5 жастан кейін құлыңдай жұмса дегенді ұмытпаңдар қарақтарым. Еркелік пен тәрбиенің арасы бір-ақ қадам деді. Жандос тек жымиып өте шықты. Жалғызымыз ғой. Мектепке барған кезде Димаш өте зерек бала болып шықты. Сабағын кез меңгеретін, мұғалімнің айтқанын бірден қағып алатын. Бақылау жұмыстарынан үнемі жоғары баға алатын. Мектеп директорының өзі болашағынан үлкен үміт күтеміз деп мақтайтын. Жазира ұлының білімге құштарлығына қуанды. Көрдің бе әке, баламыз ақылды болып өсіп келеді. Әрине, біздің мақтанышымыз болады. Бірақ олар байқамаған бір нәрсе бар еді. Димаш жақсы оқығанмен, мінезі барған сайын тәкаппарланып бара жатты.
өзін өзгелерден жоғары санай бастады. Егер бір бала ойыншығын ұстап көргісі келсе, қолыңды кигізбе, сындырып қоясың, деп айқайлайтын. Басқа балалармен ойын бөліскісі келмейтін. Ал Жандос пен Жазира оны ақтайтын. Жалғыз өскен соң шығар. Кейін түзеледі. Бір жазда Жандостың туған әпкесі Айман қаладан қонаққа келді. Айманның өзі 3 баланың анасы болатын. Үйге кіргенде бәрі қуанып қарсы алды. Дастарқан жайылып, әңгіме қызып жатқан. Сол кезде сырттан мектептен келген Димаш кірді. Есіктен басын сұғып, «Анашым, мен келдім», деді де, бөлмеде отырған қонақпарға қарамастан өз бөлмесіне кіріп кетті. Бірер минуттан кейін киімін ауыстырып, ешкімге сәлем берместен сыртқа шығып кетті. Айман үнсіз ғана оның соңынан қарап қалды. Бөлме ішінде бір сәтке тынышталып қалды. Кешке қонақтар парай бастағанда, Айман бауырына оңаша сөз бастады. «Жандос, ренжіме, бір ауыз кеңес айтайын». «Айта ғой, әпке». «Димаш өте ақылды бала екен, бірақ тәрбиесіне көбірек көңіл бөл». Жандос таңырқап қарады. «Неге олай дейсің?» Үйге үлкен адам келгенде амандаспай шығып кетті. Бұл қазақтың тәрбиесіне жат нәрсе. Жазира бірден сөзге араласты. «Ұялып қалған шығар». Айман басын шайқады. «Жоқ, қарындасым, ұялған бала адамның бетіне қарамайды. Ал мынау қарады да сілесі кетіп қалды». Жандос үндемеді. Айман сөзін жалғастырды. «Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала дейді. Ертең кеш болмай тұрғанда тәрбиесіне мән беріңдер». Жазира сәл ренжігендей болды. «Ол әлі бала ғой». «Иә, дәл қазір бала. Бірақ бүгін қалыптасқан мінез ертең өзгеруі қиын болады». Бұл сөздер Жандосқа ой салғанымен, жүрегіндегі әкелік мейірім ақылына жеңдірмеді. «Уайымдама, әпке, бәрі жақсы болады». Айман ауыр күрсінді. «Құдайдан жақсысын тілеймін». Күндер өте берді. Димаш мектепті үздік бағамен аяқтады. Ауыл түгел қуанды. Газетке суреті шықты. Аудан әкімнен алғыс хат алды. Барлығы «Болашағы зор жігіт болады» деп мақтады. Жандос пен Жазираның қуанышында шек болмады. Ұлдарының қаладағы ең беделді университеттердің біріне оқуға түскенін естігенде, ауылда кішігірім той жасады. «Жазира, балам үлкен адам болады». «Жандос, ең бастысы адам болып қалсын». Сол сөзді айтқан кезде оның жүрегі неге екенін өзде түсінбеген бір түрлі шым ете қалған еді. Қалаға аттанатын күн келді. Жазира ұлының сөмкесіне үйден пісірген бауырсақ пен құрт ірімшік салып жүр. Жандос үнсіз ғана көліктің жанына шығып кеткен. Ол бүгін ерекше толқып тұрды. Димаш дайын болған соң ата-анасының алдына келді. Жазира көз жасын тия алмай: «Балам, қайда жүрсең де адал бол. Намысыңды биік ұста. Ең бастысы, бізді ұмытпа». Жандос ұлының иығына қолын қойып: «Ата-анаңның ақ сүтін ақтау азаматтың ең үлкен парызы. Ақша да қызметте табылады. Бірақ ата-ананың батасы әркімге бұйыра бермейді». Димаш асығыс қана: «Жарайды әке, уайымдамаңыздар». Ол үшін қаладағы жаңа өмір әлде қайда қызық көрінетін. Ауылдан шыққан көлік алыстап бара жатқанда, Жазира ұзақ қарап тұрды. Көзіне еріксіз жас келді. «Бір түрлі көңілім алаңдап тұр, Жандос. Бәрі жақсы болады. Баламыз ақылды ғой. Бірақ кейде өмірде адамның ақыл емес, ортасы тағдырын өзгертеді. Ал Димашты үлкен қалада қандай адамдар күтіп тұрғанын ата-анасы әлі білмейтін еді». «Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа» деген сөздің мәнін Димаш ол кезде әлі түсінбейтін. Қыркүйектің алғашқы күні. Алматының қым-қуыт тіршілігі ауылда өскен Димашқа мүлде басқа әлем болып көрінді. Зәулім ғимараттар, тынымсыз ағылған көліктер, асығыс адамдар. Бәрі оған ерекше әсер етті. Университеттің алдында жүздеген студент жиналып тұр екен. Міне, жаңа өмір басталды деп ішінен қуанды Димаш. Жандос ұлының жатақханадағы бөлмесін реттеп,
барлық қажетті заттарын алып берді. Жазира төсегінің жаймасын түзеп жүріп: «Балам, бірдеңе керек болса, тартынбай айт. Әкең екеуміз жібереміз», деді. «Жарайды, мама. Тамақты уақытында іш. Иә. Сабағыңды жақсы оқы. Иә». Жазира ұлының қысқа жауаптарына мән бермеді. Қимастықтан шығар деп ойлады. Қоштасар сәт келгенде анасы баласын құшақтап: «Өз-өзіңді күт, қарағым». «Жақсы». Ал Жандос қалтасына аздап ақша салып: «Бұл әзірге жетеді. Таусылса хабарлас». «Рахмет, әке». Көлік орнынан қозғалғанда Жазира артына қайта-қайта қарап, көз жасын сүртіп отырды. Жалғызымыз ғой. Алғашқы айлар бәрі жақсы болды. Димаш сабағын жақсы оқыды. Оқытушылар да оны мақтап жүрді. Жазира күн сайын кешкісін хабарласатын. «Балам, қалайсың?» «Жақсымын». «Тамағың дұрыс па?» «Иә». «Сабақ қалай?» «Жақсы». Әңгіме 2-3 минутқа ғана созылатын, бірақ Жазира соның өзіне мәз болатын. Ең болмаса, амандығын естіп отырмыз дейтін. Бір күні аудиториядан шығып келе жатқанда, Димашпен Ауылда күн жылып, ағаштар бүршік жарып, айнала жасыл желекке оранған. Жандос үйінің ауласындағы алма ағаштарын баптап жүр. Ал Жазира күнде кешкісін қақпа алдына шығып, көше жаққа ұзақ қарайтын әдет тапты. Өзі де не күтіп тұрғанын білмейді. Бәлкім алыстан Димаш көрініп қалар. Бәлкім анашым сағындым деп келіп қалар. Бірақ әр кеш сайын үміті ақталмай, үйге көңілі түсіп кіретін. «Жандос, баламызға хабарласшы. Кеше ғана сөйлестік қой. Өзім хабарлассам асығып тұрады. Саған бәлкім ашылып сөйлер». Жандос телефонын алып ұлына қоңырау шалды. «Иә, әке. Қалайсың, балам?» «Жақсы». «Сабақтарың қалай?» «Жақсы». «Демалысқа қашан келесің?» Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. «Әлі білмеймін. Әкең мен анаң күтіп отырмыз. Уақытым болмай тұр. Бір күнге болса да кел». «Әке, кейін сөйлесейікші, жұмысым бар». Телефон тұтқасы үзіліп кетті. Жандос үнсіз отырып қалды. «Не деді?» «Уақыты жоқ екен». Жазира ештеңе демеді. Кек керезеге қарап отырып, көзінен аққан жасты білдіртпей сүртіп алды. Сол күні кешке Жазира ескі сандықты ашты. Ішінде Димаштың кішкентай кезіндегі киімдері, алғашқы бәтеңкесі, алғашқы суреттері сақтаулы тұр екен. Кішкентай көк жейдесін қолына алып иіскеп көрді. Осы көйлекті кигенде қалай ғана құшағымнан түспейтін еді. Жандос та жанына келіп отырды. «Есіңде ме? Бір жасқа толғанда осын алып бергенбіз». «Иә». «Бір жұмысқа кетсек, есіктің алдында жылап отыратын». Жазира жымиғанымен жанарындағы мұң жасырынбады. Енді бір рет телефон соғуға да уақыты жоқ. Қалада болса, Димаш мүлде басқа өмір сүріп жатқан. Ол бұрынғыдай жатақханада емес, бостармен жалдап алған пәтерде тұратын. Күндіз университет, кешке кафе, түнде ойын-сауық. Арман бастаған достары оны барған сайын өз ортасына тарта түсті. «Сенің әкең кәсіпкер дедің ғой?» «Иә». «Онда ақша мәселесі жоқ екен. Жіберіп тұрады. Бақыттысың». Димаш осы сөздерді естіген сайын өзін өзгелерден жоғары сезіне бастады. Бұрын ата-анасының маңдай керімен тапқан ақшасын үнемдеп жұмсайтын. Енді ойланбай шашатын болды. Қымбат телефон сатып алды, бренд киімдер киді. Мейрамханаларға жиі барды. Жандос сұраса, «Сабаққа керек, әке». «Жақсы, балам». Әкесі тағы ақша жіберетін. Бір күні университеттің оқытушысы студенттерге: «Келесі аптада ата-аналарыңызбен кездесу ұйымдастырамыз», деді. Көп студент қуанып кетті. Ал Димаштың көңілі бұзылды. Сабақтан кейін Арманға айтты: «Әке шешем келеміз деп жүр». Арман күліп жіберді. «Ауылдан келе ме?» «Иә». «Ескіше киініп келетін шығар». Қастарындағы жігіттер де күліп жіберді. «Ят болады ғой». Бұл сөз Димаштың жүрегіне қадалды. Бірақ ол ата-анасын қорғаудың орнына: «Иә, қарапайым адамдар ғой», деп қойды. Осы сөзді айтқанда өзінің кім екенін, сол қарапайым адамдардың арқасында осы университетте оқып жүргенін бір сәтке де ойламады. Сол күні кешке Жазира қуанып телефон соқты. «Балам, университетке ата-аналарды шақырып жатыр екен ғой».
Иә, әкең екеуміз барамыз. Саған бауырсақ қаза апарамыз. Димаш қабағын дейді. Келмей-ақ қойындар. Неге? Өзімнің шаруам бар. Балам, бір көріп қайтайық дедік қой. Айттым ғой, келмеңдер. Даусы қатқыл шықты. Жазира үнсіз қалды. Біз саған кедергі болмаймыз. Мама, өтінем, мені ыңғайсыз жағдайға қалдырмаңдар. Телефон үзіліктетті. Жазира ұзақ уақыт телефонға қарап отырды. Не болды? Деді Жандос. Бармаңдар дейді. Жандостың қабағы түйілді. Неге? Білмеймін. Екеуінің де жүрегіне бір ауыр сезім ұялады. Арада бірнеше апта өтті. Жазира бұрынғыдай күнде хабарласпайтын болды. Балам мазаламайын деп өзін жұбатты. Бірақ аналық жүрек бәрібір тыныштық таппады. Бір күні мектептен келе жатып, әріптесі Гүлнәрмен әңгімелесті. Жазира, көңілің жоқ қой. Жазира күрсініп, балам өзгеріп бара жатқандай. Барлық жастар сондай шығар. Жоқ, ана жүрегі сезеді ғой. Уайымдама. Уақыт өте, бәрі орнына келеді. Жазира еріксіз күлімсірегенімен көңіліндегі күдік сейілмеді. Өйткені ол ұлын 9 ай көтеріп, 16 жыл күтіп тапқан ана еді. Ана жүрегі алдамайтын. Ал сол сәтте Димаш ата-анасының емес, жаңа достарының сөзін ақиқат көріп, туған үйінен күн сайын алыстап бара жатқанын өзі де байқамай қалған еді. Ағаш тамырмен мықты, адам ата-анасымен мықты деген ақиқатты ол әлі түсінбеген болатын. Атаңа не қылсаң алдыңа сол келеді, дейді дана халқымыз. Бірақ бұл сөздің астарындағы шындықты адам көбіне кеш түсінеді. Димаш университеттің соңғы курсына өтті. Оқуын үздік бағамен аяқтауға аз ғана уақыт қалған еді. Сабағына қабілеті бұрынғыдай жақсы болғанымен, мінезі мүлде өзгеріп кеткен. Ауылға баруды сиретті. Бір жылда бір-ақ рет келсе, онда да 2 күннен артық тұрақтамайтын. Балам, тағы біраз болшы, дейтін Жазира. Уақытым жоқ, мама. Сен келгенде үйіміздің іші нұрланып кетеді. Достар күтіп жатыр. Ол асығыс сөмкесін көтеріп, қайтадан қалаға тартып кететін. Жандос сыртынан қарап тұрып. Адам баласы өскен сайын, ата-анасына емес, дүниеге жақындайды екен ғой, деп ауыр күрсінетін. Университетті тәмамдаған соң Димаш қаладағы ірі компанияға жұмысқа орналасты. Жалақысы да жаман емес еді. Жандос пен Жазира бұл жаңалыққа қатты қуанды. Еңбегіміз ақталды, деді Жазира. Енді өз күнін өзі көретін азамат болды. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Бұрын аптасына 1 рет хабарласатын Димаш енді айына 1-ақ рет қоңырау шалатын болды. Кейде Жазира телефон соқса көтермейтін. Жұмыста шығар, деп өзін жұбататын. Кейін өзі қайта хабарласпайтын. Бір күні ауылға қалада тұратын Жандостың бұрынғы танысы келді. Шай үстінде әңгімелесіп отырып, «Ей, Жандос, кеше ұлыңды көрдім ғой». «Қайда?» «Қаладағы үлкен мейрамханада». «Жалғыз ба екен?» «Жоқ, бір сұлу қызбен отыр екен». Қастарында тағы бірнеше жастар болды. Жандос күлімсіреді. «Әйтеуір жақсы қыз болса екен». «Сыртынан қарасам, жарасымды екен». Бұл әңгімені естіген Жазираның көңілі алабұртып кетті. «Балам, бізге айтпай жүрме екен?» Сол кеште ұлына қоңырау шалды. «Балам, амансың ба?» «Иә». «Саған бір нәрсе сұрайын деп едім». «Не? Бір қызбен жүрсің бе?» Телефонның ар жағында аз ғана үнсіздік орнады. «Иә». Жазира қуанып кетті. «Ой, айналайын, неге айтпадың? Әкең екеуміз танысайық». «Әлі ерте». Ештеңе етпейді ғой, үйге ертіп кел. Кейін. Аты кім? Әсел. Қандай жақсы. Бақытты бол, қарағым. Бірақ Димаштың даусынан қуаныш сезілмеді. Жарайды, мама, кейін сөйлесеміз. Тағы да асығыс қоштасты. Арада 3 ай өткенде ауылға күтпеген хабар жетті. Димаштың сыныптасы Нұрбол қаладан келіп, «Аға, жеңеше, Димаш үйленгелі жатыр екен. Жазираның қолындағы кесе жерге түсіп кетті». «Не дедің?» «Келесі айда той болады» дейді. «Қалайша? Бізге ештеңе айтқан жан жоқ қой. Мен де сіздер білетін шығар деп ойладым». Жандос үнсіз орнынан тұрды. Бөлменің ішінде ауыр тыныштық орнады. Жазираның көзінен жас парлап кетті. Өз үйлену тойын ата-анасынан жасыратын ұл болады екен ау. Адам кейде бір өтірікті жасыру үшін
екінші өтірік айтады. Ал уақыт өте келе, сол өтіріктің өзі адамның өмірін басқара бастайды. Димаштың да жағдайы дәл сондай еді. Әселмен қарым-қатынасы күн сайын жақсара түсті. Әсел қалада өскен. Жағдайы жақсы отбасынан шыққан қыз болатын. Оның ата-анасы да қызын ешкіммен кем көрмей өсірген. Алғашында Әсел Димаштың қарапайым ауылдан шыққанын білетін. Мен ауылданмын, әкем кәсіпкер, анам мұғалім деп Димаш мақтанатын. Бірақ уақыт өте келе, ол өзінің өткен өмірін жасыра бастады. Әселдің әкесі бір күні: «Балам, сендердің отбасың қандай? Ата-анаң немен айналысады?» деп сұрады. Димаш сәл кідіріп қалды. «Олар ауылда тұрады». «Ауылда ма?» «Иә, бірақ мен өзім бәріне жетемін». Ол әкесінің адалдығын, анасының ұстаз екенін мақтанышпен айтуы керек еді. Бірақ оның орнына қысылып қалғандай болды. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінбеді. Адамның шыққан жері емес, жүрегінің тазалығы маңызды екенін. Жандос пен Жазира болса, ұлдарының үйленетінін естігеннен кейін дайындыққа кірісіп кеткен еді. Жазира базарға барып, келініме қандай сыйлық алсам екен деп ұзақ ойланды. Ол болашақ келінін бұрын көрмесе де, жүрегінде жақсы көріп қойған. Баламның таңдауы болса, жақсы адам шығар дейтін. Жандос та: ең бастысы баламыздың бақыты. Екеуі ауылдағы бар жақсысын дайындады. Қазы, шұжық, ауылдың дәнді тағамдары. Жазира тіпті өз қолмен көрпе тікті. Бұл менің келініме естелік болады. Ол әлі де Димаштың жүрегінде ата-анасына деген мейірім бар деп сенетін. Бір күні Жазира ұлына телефон соқты. «Балам, тойға дайындалып жатырсыңдар ма?» «Иә, біз де дайындалып жатырмыз». Телефонның ар жағында үнсіздік болды. «Не дайындап жатырсыңдар?» «Құдаларға апаратын сыйымызды». Димаштың даусы өзгеріп кетті. «Мама, қажет емес». «Неге?» «Өзіміз бәрін жасаймыз». «Балам, бұл біздің ата-аналық міндетіміз ғой». «Мама». Ол біраз үнсіз тұрды. «Тойға көп адам келеді». «Иә, келеді». «Сендер қарапайым киініп барсаңдар». Бұл сөзді айтқанда өзі де ыңғайсызданды. Бірақ бәрібір айтып қойды. Жазираның жүрегі шым ете қалды. «Балам, біз сенің ата-анаңбыз. Біз сенен ұялмаймыз ғой». «Мен олай деген жоқпын». Бірақ айтылған сөздің өзі жеткілікті еді. Сол күні Жазира ұзақ жылады. «Жандос». «Иә, біз баламызға не істеп қойдық?» Жандос үнсіз қалды. «Бар жақсыны бердік, бірақ мүмкін бір нәрсені бере алмадық». «Нені?» «Шектеуді». Екеуі де ауыр күрсінді. Олар Димашты жақсы көрді, бірақ кейде шектен тыс махаббат баланың бойындағы жауапкершілікті әлсірететінін кеш түсінді. Арада бірнеше күн өткен соң Димаш ауылға өзі келді. Бұл жағдай Жазира үшін үлкен қуаныш болды. Ол ұлын есіктен кіргеннен көріп: «Балам!» «Сәлем, мама». Жазира құшағын жайды. Бірақ Димаш бұрынғыдай анасына жүгіріп келмеді. Ол тек басын изеп қойды. Жандос та қуан: «Келдің бе, балам?» «Иә, бір шаруамен келдім». Осы сөз әкесінің көңілін суытты. Бұрын Димаш бұл үйге сағынып келетін, енді тек шаруамен келетін болды. Кешке дастархан басында Жазира: «Әсел қандай қыз екен?» «Жақсы. Бізбен таныстырсаң?» «Уақыты келгенде». Жандос: «Балам, бізді келінімізді көргіміз келеді». Димаш күрсінді. «Әке, ана, менің өміріме араласпай-ақ қойыңдаршы». Бұл сөз дастархан басындағы жылылықты бір сәтте суытып жіберді. Жазира көзін төмен түсірді. «Біз араласайық деп отырған жоқпыз, балам. Біз тек қасында болғымыз келеді». Димаш жауап бермеді. Сол түні Димаш ауылдағы өз бөлмесінде жалғыз жатты. Бөлменің ішінде оның балалық шағы тұр еді. Қабырғада мектептегі суреттері, сөресінде ескі кітаптары. Бұрышта бала кезінде ойнаған ойыншықтары. Бірақ ол солардың еш қайсысына қарамады. Телефонына хабарлама келді. «Әсел, ертең ата-анаммен сөйлесеміз. Бәрі жақсы өтуі керек». Димаш телефонға қарап отырып: «Мен басқа өмірге лайықпын» деп сыбырлады.
Бірақ ол басқа өмір деп жүргенінің түбінде өзінің өткенін, ата-анасының маңғай терін, 16 жылдық күткен арманын жоғалтып бара жатқанын түсінбеді. Келесі күні ол қалаға қайтып кетті. Жазира есік алдында ұзақ қарап тұрды. Тағы да кетіп барады. Жандос әйелінің иығына қолын қойды. Сабыр ет. Мен бір нәрседен қорқам, Жандос. Неден? Бір күні баламыз бізді мүлде танымай қалмай ма деп қорқам. Жандос жауап бере алмады. Өйткені кейде ата-ананың ең үлкен қорқынышы баласынан айырылу емес. Баласының тірі жүріп, жүрегінен алыстап кетуі еді. Ал Димаш болса, өміріндегі ең үлкен қателігіне қарай тағы бір қадам жасап бара жатты. Күздің алғашқы күндері еді. Бір күні түс ауа Жандостың телефоны шырылдады. Ассалаумағалейкум, Жандос аға. Уағалейкум ассалам. Мен Димаштың досы Нұрболмын. Айналайын. Ертең Димаштың құдалығы болады екен, соған дайындалып жатыр. Жандос бір сәт үнсіз қалды. Құдалығы? Сіздер де келетін шығарсыздар деп ойлағанмын. Әлі шақырған жоқ. Шақырмағаны қалай? Ештеңе емес балам, рахмет саған. Телефон тұтқасы жабылған соң үй ішін үнсіздік басты. Жазира күйеуінің жүзіне қарап бәрін түсінді. Не болды? Ертең құдалығы екен. Бізге неге айтпаған? Жандос ауыр күрсінді. Білмеймін. Жазира орындыққа отырып қалды. Өз ұлымыздың қуанышын бөтен адамнан естиміз деп кім ойлаған? Сол түні екеуі көз іле алмады. Жазира сандықты ашып, бірнеше күн бұрын тігіп қойған көрпесін алып шықты. Жанынан күмістен жасалған білезікті де шығарды. Мұны келініме берем деп сақтап едім. Дауысы дірілдеп шықты. Жандос үнсіз ғана қарап отырды. Барамыз ба? Барамыз. Шақырмаса ше? Ата-ана баласының табалдырығын аттауға рұқсат сұрамайды. Біз батамызды беруге барамыз. Жазира басын изеді. Дұрыс айтасың. Ертесіне екеуі ерте жолға шықты. Жазира ақ жаулығын тағып, ең әдемі көйлегін киді. Жандос жаңа костюмін үтіктеп киді. Қолдарына ауылдың дәмін, келінге арналған сыйлықтарды алды. Жол бойы екеуі үндемеді. Кейде үнсіздік мың сөзден де ауыр болады. Қаладағы сәнді мейрамхананың алдында қымбат көліктер тізіліп тұр екен. Есіктің алдында қонақтарды күтіп жүрген жастардың арасынан Димаш көрінді. Ол қара түсті қымбат костюм киіп алған. Жазираның жүзі бал-бұл жайнап кетті. Әкесі, қараш, біздің Димаш қандай азамат болып кеткен? Жандоста жымиып қойды. Алла бақ берсін. Екеуі балаларына қарай аяңдай бастады. Димаш оларды алыстан көріп қалды. Жүрегі зу ете қалды. Қасында Әселдің әкесі, шешесі және бірнеше туыстар тұрған. Димаш, мыналар кімдер? Деп сұрады Әселдің анасы. Димаш бір сәт не айтарын білмей қалды. Сол сәтте Жандос жақындап келіп, балам, деп құшағын жайды. Бірақ Димаш кері шегінді. Әке, сіздер неге келдіңіздер? Жазира аң-таң болды. Балам, бүгін қуанышты күнің ғой, батамызды берейік деп. Димаш жан-жағына жалтақтап қарады. Әселдің туыстары бәрін бақылап тұр. Ол ашуға булығып. Мен шақырған жоқпын ғой. Жандос сабырмен. Шақырмасаң да, біз сенің ата-анаңыз. Әке, өтінемін, қазір емес. Біз ешкімге кедергі болмаймыз. Боласыздар. Бұл сөзді Димаш қатқыл айтты. Айналадағы адамдардың бәрі бұрылып қарай бастады. Жазира қысылып кетті. Балам, даусынды бәсеңдет. Жоқ, менің айтқанымды неге түсінбейсіздер? Әселдің әкесі үнсіз бақылап тұрды. Ал Димаштың намысы ақылынан бұрын сөйледі. Ауылдың әдетімен жүрменіздерші, мұнда бәрі басқаша. Бұл сөз Жандостың жүрегіне найзадай қадалды. Ол ұлының көзіне тік қарап. Балам, сен бізден ұялып тұрсың ба? Димаш үндемеді. Бірақ үнсіздігі бәрінен ауыр еді. Жазира көзіне жас алып. Біз сен үшін 16 жыл Алладан тіледік қой. Димаш ашуланып. Өтінем, кетіңіздерші. Мені ыңғайсыз жағдайға қалдырмаңыздар. Қолындағы сыйлық салынған дорба Жазираның қолынан сусып жерге түсті. Ішіндегі қолдан тіккен көрпе мен келініне арнаған сыйлықтары шашылып қалды. Жазира еңкейіп, оларды дірілдеген қолмен жинай бастады. Сол сәтте ешкім көмектеспеді.
Тек Жандос үнсіз еңкейіп, әйелмен бірге заттарды жинады. Ол орнынан тұрып, ұлына соңғы рет қарады. Көзінде ашу жоқ еді. Тек күйініш бар еді. Димаш. Ұлы басын көтерді. Біз сені жоқшылықта өсірген жоқпыз. Бірақ адамшылыққа үйретуде қателескен екенбіз. Жандостың даусы бұрынғыдан да баяу шықты. Біз саған дүниенің жақсысын бердік. Бірақ жоқ деген бір ауыз сөзді айта алмадық. Соның зардабын бүгін өзіміз тартып тұрмыз. Жазира жылап жіберді. Әкесі, кеттік. Екеуі кері бұрылды. Дәл сол кезде мейрамхана алдында отырған ақ сақалды қария бұл көріністі көріп, ауыр күрсінді. Ата-анасын жылатқанның жолы болмайды. Батасын алғанның бағы жанады. Ей шырағым, бүгін сен ата-анаңды емес, өз бақытыңды есіктен шығарып салдым. Димаш қарияның сөзін естіді. Бірақ тәкаппарлығы оның жүрегін тасқа айналдырып қойған еді. Ол үндемей ішке кіріп кетті. Ал сыртта Жандос көліктің рөліне отырғанымен ұзақ уақыт қозғала алмады. Қолдары дірілдеп тұрды. Жазира көз жасын тыя алмай: біз қай жерде қателестік, Жандос? Жандос көкжиекке ұзақ қарап отырып: баланы жақсы көрудің де шегі болады екен. Біз оны жақсы көрдік, бірақ тәрбиені еркеліктің тасасына қалдырыппыз. Сол күні ауылға қайтқан екі қарияның жүрегі бұрынғыдай емес еді. Ал тағдыр болса, Димашқа жасаған әр ісінің өтеуі болатынын үнсіз күтіп тұрған. Әкенің қабағына қарап өскен ұл елдің азаматы болады. Әкенің көз жасына себеп болған ұл өмірдің ащы сабағын кеш үйренеді. Құдалықтан қайтқан күннен кейін Жандос бұрынғы Жандос болмады. Кеше ғана ауылдың әр адамына әзіл айтып жібетін, таң атпай жұмысына асығатын азаматтың жүзіне мұң ұялады. Таңертең бұрынғыдай ерте тұрады. Бірақ аулаға шығып, қолына кетпен алғанымен ұзақ уақыт бір орында тұрып қалатын. Ойы сан-сасқа кететін. Жазира оны сыртынан бақылап жүрді. Әкесі, бүгін бақшаға бармайсың ба? Барам. Дегенімен жарты сағаттан кейін қайта үйге кіріп келетін. Қолы жұмыс істегенімен көңілі ештеңеге зауқы соқпайтын. Бір күні кешке Жазира шай құйып отырып: Димашқа хабарласайықшы. Жандос үндемеді. Мүмкін ашуы басылған шығар. Тағы үнсіздік. Әкесі. Жандос жай ғана басын шайқады. Жоқ. Неге? Егер бала ата-анасын сағынса, өзі іздейді. Жазираның көзіне тағы жас келді. Ол біздің жалғызымыз ғой. Иә, жалғызымыз. Осы сөзді айтқанда Жандостың үні дірілдеп кетті. Ал қалада өмір өз ырғағымен өтіп жатты. Димаш пен Әселдің үйлену тойы сән салтанатпен өтті. Қымбат мейрамхана, әсем безендірілген зал, белгілі әншілер, қонақтардың бәрі. Қандай керемет той, неткен жарасымды жұп, бақытты болыңдар деп ақ тілектерін жаудырып жатты. Бірақ сол тойда бір нәрсе жетіспейтін. Күйеу жігіттің ата-анасының ақ батасы. Кейбір үлкен кісілер сыбырласып та қалды. Баланың әке-шешесі қайда? Көрінбеді ғой. Әлде келе алмады ма? Димаш бұл сұрақтарды естісе де мән бермеуге тырысты. Олар ауылда. Қысқа ғана жауап беретін. Тойдан кейін бірнеше апта өтті. Жандос бұрынғы кәсібіне де дұрыс көңіл бөле алмады. Қоймадағы есептер шатаса бастады. Жұмысшылары: аға, денсаулығыңыз дұрыс па? Дұрыс. Бірақ бәрі оның жүдеп кеткенін байқап жүрді. Бір күні кешкісін Жандос аулада отырып ескі сурет альбомын ашты. Алғашқы бетінде жаңа туған Димаштың суреті тұр. Жандос суретті сипап отырып күлімсіреді. Есінде ме, Жазира? Дәрігер ұлды болдыңыз дегенде мен жылап жіберген едім. Жазира да жанына келіп отырды. Есінде. Сонда өмірімнің ең бақытты күні осы шығар деп ойлағанмын. Ол тағы бір бетті ашты. Мектепке алғаш барған Димаш. Әкесінің мойнына асылып тұрған Димаш. Отбасымен түскен суреттер. Жандос ұзақ қарап отырды. Параш, осы суреттердің бәрінде қандай бақытты едік. Жазира үнсіз жылады. Сол түні Жандостың кеудесі қатты қыса бастады. Алғашында ешкімге білдірмеді. Өтіп кетер деп ойлады. Бірақ ауырсыну күшейе түсті. Маңдайынан суық тер шықты. Жазира шошып кетті. Жандос! Ештеңе емес.
Жоқ, ауруханаға барамыз. Көршілер көмекке келіп, аудандық ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер дереу тексеріп шықты. Біраз уақыттан кейін ақ халатты дәрігер сыртқа шықты. Науқастың қан қысымы қатты көтерілген, жүрегіне де салмақ түскен. Қатты күйзеліс болған сияқты. Жазира көз жасын тия алмай. Соңғы кезде көп уайымдап жүреді. Дәрігер күрсінді. Жасы келген адамға мұндай күйзеліс өте қауіпті. Енді өзін қатты күтуі керек. Жандос палатада жатқанда көзін терезеден алмады. Бір кезде ақырын ғана: Жазира. Иә. Димашқа айтпа. Неге? Жұмысынан қалмасын. Жазира аң-таң болды. Ол бәрібір сенің балаң ғой. Жандос әлсіз жымиып, әке деген қандай болса да баласына жамандық тілемейді екен. Осы сөзді естіген Жазира еңіреп жылап жіберді. Сен әлі де соны ойлап жатырсың. Ол аман болсын. Бірақ ауыл кішкентай жер еді. 2 күннен кейін Жандостың ауруханаға түскенін біреу әлеуметтік желден көріп, қаладағы танысына айтыпты. Ал әлгі танысы бұл хабарды кездейсоқ Димашқа жеткізді. Ей, Димаш, әкең ауруханаға түсікті дейді, рас па? Димаш таңырқап қалды. Не? Естімедің де? Жоқ. Сол сәтте оның қолындағы телефон дірілдеп кетті. Экранда «Анашым» деген жазу тұр еді. Димаш телефонға ұзақ қарап қалды. Жүрегі алғаш рет мазасыз соқты. Бірақ бұл қоңырауға жауап бере ме жоқ па? Ол әлі шешім қабылдай алмады. Не ексең соны орасың дейді қазақ. Адамның жасаған әрбір ісі, айтқан әрбір сөзі бір күні өзіне қайтып келеді. Кейде ерте, кейде кеш. Бірақ тағдыр ештеңені ұмытпайды. Жандос ауруханадан шыққанымен бұрынғыдай сергек емес еді. Дәрігерлер оған: жүйкеңізді тыныш ұстаңыз. Енді ауыр жұмыс істемеңіз. Күйзелістен аулақ болыңыз деп қайта-қайта ескерткен. Бірақ адам өз жүрегіне қалай әмір жүргізсін, әсіресе жараны туған бала салса. Жандос күнде кешкісін ауладағы орынбыққа барып отыратын. Қақпаның алдына көз тастайды. Бәлкім алыстан Димаш көрініп қалар. Бәлкім әке, кешіріңіз деп келер. Бірақ күндер өтті, апталар өтті. Димаштан еш хабар болмады. Ал Димаш әкесінің ауруханаға түскенін естіген күні Жазираның қоңырауын көтермеген еді. Кейін өзім хабарласамын деп, телефонды қалтасына салып қойған. Бірақ сол кейіні келмеді. Кешке жұмысы шықты. Ертеңіне жиналыс болды. Артынша достарымен кездесті. Адам шын ниет етсе, уақыт табады. Ал қаламаса, сылтау табылады. Димаш өзін әкем жазылып кеткен шығар, кейін барам деп жұбатып жүрді. Бір күні кешке Әсел: Димаш, анаң хабарласпай ма? Хабарласады. Әкеңнің жағдайы қалай? Жақсарған шығар. Шығар дегенің қалай? Хабарласпадың ба? Қол тимеді. Әсел таңырқап қалды. Қалайша қол тимейді? Ол кісі сенің әкең ғой. Димаш үндемеді. Бұл сөз жүрегіне тигенімен тәкаппарлығы оған мойындатпады. Арада 2 ай өтті. Компанияда күтпеген өзгеріс басталды. Экономикалық қиындыққа байланысты басшылық қызметкерлерді қысқартатынын хабарлады. Барлығы алаңдап қалды. Кімдерді қысқартады екен? Жас мамандардан бастайды дейді. Бір аптадан кейін Димашты директор кабинетіне шақырды. Димаш, өкінішке қарай компания шығынға ұшырап жатыр. Иә. Сондықтан бірнеше қызметкермен қоштасуға мәжбүрміз. Димаш үнсіз тыңдап тұрды. Сен де сол тізімге кірдің. Оның төбесінен жай түскендей болды. Бірақ мен жоспардың бәрін орындадым ғой. Бұл сенің жұмысыңа байланысты емес. Компанияның жағдайы осындай. Қолына құжаттарын ұстатып шығарып салды. Кеше ғана өзін ешкімге мұқтаж емес сезінген жігіт бүгін жұмыссыз қалды. Үйге келген соң бұл жаңалықты Әселге айтты. Не істейміз енді? Башқа жұмыс табамын. Қашан? Жақында. Пәтердің ақысы бар. Білемін. Несиелер бар. Білемін дедім ғой. Димаш ашуланып кетті. Әсел де ренжіді. Димаш жаңа жұмыс іздеді. Бір компанияға барды. Тәжірибеңіз аз. Екіншісіне барды. Қазір бос орын жоқ. Үшіншісі, кейін хабарласамыз. Бірақ ешкім хабарласпады. Қалтасындағы ақшасы да
азая бастады. Бұрын мейрамханадан шықпайтын жігіт енді әр тиынын санайтын күйге түсті. Бір күні ол әмиянын ашып отырып, әкесінің бұрын айтқан сөзін есіне алды. Ақшаны табу қиын, жұмсау оңай. Сол кезде өзі күліп еді. Енді сол сөздің шындығын өмірдің өзі дәлелдеп тұрғандай. Кешкісін тағы да Әселмен сөзге келді. Димаш, біз бұлай өмір сүре алмаймыз. Мен тырысып жатырмын. Бірақ нәтиже жоқ. Мен кінәлімін бе? Мен олай деген жоқпын. Сонда не айтқың келеді? Әсел де шаршаған еді. Кейде ата-анаңнан көмек сұрауға болады ғой. Димаш орнынан атып тұрды. Жоқ. Неге? Өзім шешемін. Олар сенің жауың емес қой. Бұл сөзден кейін бөлме іші тынышталып қалды. Димаш терезеге қарап ұзақ тұрды. Иә, олар жау емес еді. Бірақ өзі соларға жат адамдай болып кеткенін енді ғана сезіне бастағандай. Сол түні ол ұйықтай алмады. Телефонын қолына алып, байланыс тізімінен анашым деген жазуды ашты. Қоңырау шалайын деді. Бірақ қайта жапты. Ертең, деді ішінен. Осы ертең оның өмірінде тым көп қайталанатын сөзге айналған еді. Ал ауылда Жандос күнде кешке намазын оқып болған соң қолын жайып. Уа Алла, баламды аман ет, ақыл бер. Бізге емес, өз өміріне ие болатын азамат қыла көр, деп дұға жасайтын. Жазира күйеуінің жанында үнсіз әмин дейтін. Олар ұлдарына ренжісе де қарғаған жоқ. Өйткені ата-ананың жүрегінде өкпеден бұрын мейірім болады. Бірақ қағдыр Димашқа әлі ең ауыр сабағын көрсеткен жоқ еді. Ал сол сабақтан кейін оның өмірі бұрынғыдай болмайтын. Ата-ананың қадірін білгің келсе, қабіріне барып жылама, тірісінде көңілін тап, дейді қазақ. Бұл сөздің мәнін Димаш тым кеш түсінді. Күздің соңғы айы еді. Димаш әлі де тұрақты жұмыс таба алмады. Бұрынғы достары да сирей бастады. Кеше ғана жанынан шықпайтындар бүгінде қолын тимей жүр. Кейін сөйлесейік, деп сылтау айтатын болды. Сол кезде ғана ол әкесінің бір кездер айтқан сөзін есіне алды. Балам, байлық та, мансап та уақытша. Ал ата-анаң ғана қандай жағдайда да сенің жаныңнан табылады. Ол кезде бұл сөзге мән бермеген еді. Бір күні таңертең Димаштың телефоны шырылдады. Экранда Нұрбол деген жазу тұр. Я, Нұрбол. Телефонның ар жағындағы дауыс ауыр шықты. Димаш, ағанның жағдайы нашарлап кетіпті. Қай аға? Әкең. Димаштың жүрегі зу ете қалды. Не болды? Түнде қайтадан жүрегі ұстапты. Қазір облыстық ауруханаға алып кеткен. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Әсел жүгіріп келді. Не болды? Әкем. Ол сөзін аяқтай алмады. Екеуі бірден ауылға қарай жолға шықты. Жол бойы Димаштың көз алдынан балалық шағы өтті. Әкесінің иығына мінген кезі. Велосипед тебуді үйреткен сәті. Мектепке алғаш алып барған күні. Қыста тонбасын деп үстіндегі күртесін шешіп, өзіне жауып бергені. Ал өзі сол әкесін көпшіліктің алдында жерге қаратты. Көзіне жас келді. Әсел, мен қандай адам болып кеткенмін? Әсел үнсіз оның қолын қысты. Ауруханаға жеткенде Жазира дәліздегі орындықта отыр екен. Соңғы бірнеше айдың ішінде ол қатты қартайып кеткендей көрінді. Шашына ақ түскен, көзі ісіп кеткен. Димаш жүгіріп барып, анашым. Жазира басын көтерді. Ұлын көргенде көзінен жас ыршып кетті. Бірақ өкпе айтпады. Келдің бе балам? Осы бір ауыз сөз Димаштың жүрегін тіліп өтті. Анашым, кешіріңіз. Жазира үнсіз ғана ұлын құшақтады. Әкең сені көп күтті. Қайда? Палатада. Димаш палатаға кірді. Жандос төсекте жатыр екен, әлсіреп қалған. Бірақ ұлын көргенде жүзіне әлсіз күлкі үйірілді. Келдің бе балам? Димаш әкесінің қолынан ұстап, тізерлей отырды. Әке, даусы дірілдеп кетті. Мені кешіріңізші. Көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Мен сіздерді қатты ренжіттім. Жандос ұлының басынан сипады. Балам,
Мен жаман ұл болдым. Жоқ. Болдым, әке. Сіздерді жұрттың алдында қорладым. Жандос ауыр тыныстап барып, әр адам қателеседі. Бірақ қателігін түсінген адам ғана өзгереді. Димаш еңіреп жылады. Әке, тағы бір мүмкіндік беріңізші. Жандос жымиып. Мен саған баяғыда-ақ кешіргенмін. Неге? Өйткені сен менің баламсың. Осы сөзді естігенде палатада тұрғандардың бәрінің көзіне жас келді. Бір айдан кейін Жандос ауруханадан шықты. Денсаулығы бұрынғыдай болмаса да, үйіне аман оралды. Сол күннен бастап Димаштың өмірі мүлде өзгерді. Ол ата-анасын қалаға алып кетуде емес, өзі ауылға жиі келуді әдетке айналдырды. Әкесінің қасында жүріп шаруасына көмектесті. Анасының қолынан шай ішіп, әңгімесін тыңдайтын болды. Бір күні ауылда шай ішіп отырған кезде Димаш: «Әке, иә балам, менің бір ғана арманым бар. Айта ғой. Ұлым болса, оны сіздер сияқты жақсы көргім келеді». Жандос күлімсіреп: «Жақсы көр». Аз ғана үнсіздіктен кейін сөзін жалғады. «Бірақ біз жіберген қателікті қайталама». «Қандай қателік?» «Баланы махаббатпен өсір, бірақ тәртіппен тәрбиеле. Себебі еркелік уақытша қуаныш, тәрбие өмірлік байлық». Димаш басын изеді. Ол енді бұл сөздің қадірін жүрегімен түсінген еді. Арада 2 жыл өтті. Димаш пен Әселдеп Тоқсанселдің дүниеге ұлдары келді. Азан шақырып атын қойған күні Димаш сәбиді қолына алып тұрып, көз жасына ерік берді. Ол әкесіне қарап: «Әке, мен енді ғана сіздің мені қаншалықты жақсы көргенімізді түсіндім». Жандос немересін құшағына алып: «Міне балам, қазақ бекер айтпаған. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің». Бұл жолы Димаш үнсіз жылап тұрды. Өйткені бұл сөз енді жай мақал емес, өз өмірінің шындығына айналған еді. Түйін. Қадірлі оқырман, ата-ананың көңілін табу үшін бай болудың да, атақты болудың да қажеті жоқ. Кейде олардың бар бақыты, бір ауыз жылы сөз, бір қоңырау, бір құшақ. Өйткені дүние жүзінде сізді ешқандай шартсыз жақсы көретін 2 адам бар болса, ол әкеңіз бен анаңыз. Оларды тірісінде қадірлеңіз. Ертең кеш болуы мүмкін.